елім менің айтып берейін. Бұл әннің сөзін қадірлаған сіздер білесіздер. Бұл әннің сөзі біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының сөзі. Енді әуенін халық әндеріне сүйене отырып, енді халық әндері десеңізде болады, мен орындаушы болайын, бұл жерде композитор болмай қояйын. Кәдімгі әрден келе жатқан мына Қазығұрттың Нартай әуендерінің иірімінің негізінде шыққан ән болатұғын. Шын жыласа соқыр көзден жас шығады дейді қазақ айтады. Тәуелсіздік алған кезде қуанбаған қазақ жоқ, сырттағысы бар, іштегісі бар. Ес-дұрыс қазақтың бәрі де тәуелсіздікке қуанды. Кезінде Халифа Алтай осыны Стамбулда тұрып, біз тәуелсіздік алғанды естіген кезде, білесіздер, сәжде қылған сол жерде. Декабрьдің, желтоқсанның қатқағында шүкіршілік қылып 3 күн жылаған. 3 күн жылағанда бір жағынан сіздерге айта кетейін. Бөтен елден не аламыз? Бәйбіше жүр деп шамаданның қолын алып тәуелсіз Қазақстанға жеткен. Сол кезде сондай үлкен қымбатшылық, керемет осында біз үшін қымбат болған тәуелсіздікті әнмен көркемдеуді, әнмен жырлауды өзімізге міндет тұтып жасаған нәрсе. Бұның ішінде қазақтың даласын кеңдігін көрсету үшін ана Қобыздың күйлері, Нартайдың әуендері бәрін пайдалануға тырыстық. Asqақтап тауым, ән ойнап көгім, гитарны бөлім. Қол жетті міне аңсаған күнге, жасай бер жаса қазағым менің. Қазақстаным жасыл орманым, қуанышымды жасыра алмадым. Аңсаған бабам, аңсаған едім, бостандық еді асыл арманым. Елім менің аңсаған, ас бұғылдың тұзаған, құтты болсын отауыңе, берік болсын босаған. Аттың шапқан ойдалы қазақтың даласында. Бабамның қаны, анамның жасы, сенген бұл далам қымбатсың маған. Береке бірлік қамалдың басы, ұрпаққа мәңгі тіл қашы дала.